Армысыздар. Бүгін 16 наурыз. Бүгінгі айтайын деп тұрғаным, мен осы наурыз айының 3 күні, 3 наурыз күні әлеуметтік желіде үлкен шу болған Шымкент қаласының имамы Талғат Бақтынұлы тәңіршілерді мына қазақтың зиратына жерлетпеу керек деген видеосына байланысты 3 наурыз күні бас прокуратурамен және ұлттық қауіпсіздік комитетіне арыз берген. Бас прокуратурадан 14 наурыз күні жауап келді маған. Сол жерде бас прокуратура болғанда, бас прокуратура Алматы қалалық полиция департаментіне жолдапты. Шымкент емес, Алматы қалалық полиция департаменті маған жауап жіберіпті. Суббота күні 14 жауап алдым. Ол жерде былай деп жазғанда, мен негізі сонда жауап келетінін білгем алдын ала. Бұл біздің полиция құзыретінің, күш құрылымдарының құзыретінде емес, бұл шаруаны муфтият шешетін шаруа депті. Енді муфтият шешетін шаруа болады, ол діни патуаға байланысты болса. Қазақстанның бүкіл жер аумағы, зираттар, біздің Қазақстанның мазарлары орналасқан жерлердің бәрі әкімшіліктің коммуналдық бөліміне жатады. Ол ешқандай муфтияттың құзыретіндегі жер емес. Егер ол кісі мен соңғы мына намазды оқымаймын десе, ол өзі біледі. Ал мына зират біздің муфтиятқа тиесілі, мен басқа сенім өкілдерін осы жерге көндірмеймін деген, ол таза мемлекеттің жұмысы. Өйткені ол жер мемлекетке жатады. Өкінішке орай, Қазақстанда білесіздер, осы қаңтар дүрбелеңіне дейін қанша арыздар жазғанбыз. Сол кезде күш құрылымдарының бәрін басқарып отырған азаматтардың бәрі қазір істі болып, не түрмеде жатыр, Карим Масимов болсын, Бектанов болсын, олардың орынбасарлары болсын да, солар бәрі жатыр. Ол кезде де ісімізді қарамайтын, қазір де өкінішке орай, солар кезіндегі адамдардың көп отыр деп ойлаймын. Өйткені мемлекеттің конституциясына ашық қарсы шығып жатқан адамдарды соларға бүкіл карт-бланш беріп отыр да. Егер де мен намаз оқымаймын, Құран оқымаймын десе, муфтияттың ол шаруасы, және ол имам өзі біледі, оқымаймын десе оқымайды. Бірақ ол жер біздің Қазақстан Республикасының жері. Қазақстанда мұсылман зираты, христиан зират деген зират жоқ, орыс зираты, қазақ зират деген зират бар. Мысалы, орыс ұлтының өкілі болса да, ол мұсылман болса да, өзінің ата-бабалары жатқан жерге орыстардың зиратына қойылады. Мен ондай адамдарды білемін. Осы жақында бір адам қайтыс болды. Баласы мұсылман болды, әке-шешесі христиан, молданы шақыртты, молда шақыртып, бәрін оқытты. Сол орыстардың бірақ зиратына қойылды. Баста крест қоймады, бірақ мұсылманша молдамен сол орыстардың зиратына қойылды. Сол себепті арыз бергем, қайта шағым жібердім. Ұлттық қауіпсіздік комитетінен әлі жауап келген жоқ. Кеше бірден қайта шағым жазып жібердім. Сондықтан, құрметті бауырлар, бұл біздің тікелей конституцияға ашық шабуыл деп ойлаймын. Енді биылдан бастап, мына заң енгеннен кейін бүкіл медреселерді мемлекет қаржыландырмайды, соған бара жатыр. Сондықтан бұлар қазір ашық шабуылға көшіп жатыр, агрессив түрде. Медресе бітірген балалардың видеоларын көріп жатсыздар. Мен дініме тіл тигізген адамды шариғатты жоғары қоям, өлтіруге барам деп. Ол Қазақстанның медреселерін бітірген адамдар. Сондықтан бір мынау Сарыағаштағы медресенің өзі Назарбаев университетінің бюджетінің бер жағындағы бюджеттен ақша алады екен. Ол бір медресенің шығарған қаржы Қазақстанда жоқ дегенде үлкен 2-3 ғылыми лаборатория ашуға, одан да көп лабораториялар ашуға болады. Біздің ғылым білім дамымай отыр, ғылым білімге бөлінетін ақшаны, сіз бен біздің қалтамыздағы ақшаны медреселерге беріп жатыр. Соны енді заң бойынша бөлетін болғасын, бұлар ашық мемлекетке шабуылдай бастады. Және имамдар тарапынан білдей Нұр Мүбарактың, Зайырлы деген имамдарының өзі, мұғалімдерінің өзі ашық түрде конституцияға қарсы шабуылдап, өздерінің жихадтық үндеулерін жасап жатыр. Сондықтан, құрметті бауырлар, осы зайырлық жолында деген адамдар, мен қазір Каспийімді қоям, сотқа берейін деп отырмын. Ол білем, ұлттық қауіпсіздік комитетінен қандай жауап келетінін мен алдын ала біліп отырмын. Ұзағанда біз сөйлестік, ескерту айттық дейді. Сондықтан бұл іс принципиалды іс, мемлекетіміздің зайырлық жолында қала ма, қалмай ма деп. Мысалы, бізде Мұхтасар Әл-Күдірейдің кітаптарын медреселерде оқытып жатыр. Ол жерде ол кісінің жазған пәтуалары бар. Егер кәпірлер көп болса, уақытша келісімге келіңдер. Кәпірлер азайып, сендер көбейген кезде ешқандай келіссөзді ұмытып, кәпірлерге берген уәде емес, соғыс бастап кетіңдер деген. Оны медресе бітіргеннің шәкірттерді араб тілінде талибан дейді.
Талибан деген адамдар, солар ашық түрде қазір айтып жатыр өздерінің жихадтық ойларын, шариғатты конституциядан жоғары қоямыз деп. Мен зайырлы Қазақстан үшін деген адамдар маған қазір донат салыңыздар. Өйткені бұл істі соңына шейін апармасақ, ертең бәрі кеш болады. Мысалға көп айтады бізде, біз миллион, біз 2 миллионбыз деп. Құрметті бауырлар, миллионбыз дегенді іспен дәлдеп, 1000 теңгеден болсын донат салыңыздар. Ал енді кішігірім бизнестер бар, коммерсант азаматтар болсаңыздар, көбірек салыңыздар. Өйткені миллионбыз, 2 миллионбыз деп ауыз керіп айтпай, ең құрмағанда мен 100 адамбыз десе маған ренжиді, 100 адамбыз неге айтасыз деп. Өйткені мен түсетін осы сотқа беріп жүрген кезде ақшалардан көріп отырмын. Тіпті 1000 адамның өзі 1000 теңгеден салса, миллион теңге жиналады. Сондықтан қазір каспиімді қоям. Ертең бүрсігін демей, қолма-қол 1000 теңгеңіз бар ма, 1000 теңге, 500 бар ма, 500, 5000 бар ма, 5000 салатын адам салыңыздар. Өйткені жанған оттың ортасында біз жұмыс істеп жүрміз деп, бізді ешқандай ұйым, шетелдік ұйым қаржыландырмайды. Бізді Кувейттен, мысалы, мешіттерді жөндеңіздер деп 8 миллион доллар шетелдік адамдар, шетелдіктер қаржыландырып жатыр ғой. Заң бойынша шетел дінді қаржыландырмау керек. Біздің дін діңгегіміз, қазақтың дүниетанымы қалсын деген адамдар, конституциямыз орнықсын, осы бойында зайырлы мемлекет болсын деген адамдар донат салыңыздар. Құрғақ қасық ауыз жыртады дейді. Жалғыз жұмысты атқарып жүрген бір 4-5 адамбыз. Әсел өз жағынан шаруаларын істеп жатыр, біраз шаруалар бітіріп жатыр ол кісіде. Мен өз жағынан осы шаруаларды атқарып жатырмын. Бұған біз міндетті түрде баспасөз мәслихатын пресс-конференция өткіземіз. Пресс-конференция өткізгенде тікелей TikTok'ты қосамыз. Сол кезде көресіздер, Қазақстанның правозащитный организациялары, журналистер сол жерде қолдау білдіреді деп ойлаймын. Аман болыңыздар, міндетті түрде донат салыңыздар, міндетті түрде. Ол басты сіздердің көмектеріңіз осы донат болады. Нақты мына ұлттық қауіпсіздік комитетіне жауап келгеннен кейін сол кезде сотқа берем. Адвокат дайын. Аман болыңыздар.